получается мен уже уақыт кете әйеліммен былай айтқанда уже болғым келмеді. Өз-өзіне қарамай кетті деп айтуға болады. Бір жерге тойға шықсақ қана боянып, бір көйлек іздеп кетеді. Әйеліңізді өзіңіз жапқан секілді көрініп отырсыз. Қай кезде сізге ойыңызға измена жасау келді? Еркектердің бәрі көбісі измена жасайды. Просто біреу оны білдіртеді, біреу оны әйел білмейді оны. И бірінші рет мен измена болған кезде не то что 24 жасым есіме түсіп кетті. Ал ана секс сол бір 5-10 жылда бірінші рет самый страшный секс болды да менде. Сол қыздың әшейін движениясы, көз қарасы сөзсіз-ақ жүрші менімен болшы деп маған солай көрінді. Біз гостиницаның есігін ашып кірген кезде мен есікті жауып үлгермей жатқанда ол уже тізесіне отырып мен шалбарымды шеше бастады. Вау! Әңгімеңіз мынау либо менің тамағымда комок тұрып қалды, либо мені мынау чокер қысып жатыр. Сіздер қосылмай тұрып білді ма, или қосылғаннан кейін білді ма жанұяңыздың бар екенін? Жоқ, ол қосылмай тұрып білді. Обидненько тағы да, ну да. Әйеліңізден требуете, бірақ хуни дегендей жасайсыз ба? Жоқ. Так, держись, Айдана. Сонда әйеліңізге куни жасамайсыз, бірақ одан минет сұрайсыз. Әйеліңізге куни жасамайсыз, бірақ любовницаңызға жасайсыз. Бір мен еркектердің кішкене логикасын түсінбеймін да. Вот егер де әйеліңіз сізге измена жасаса, көзіңізге шөп салса, сіздің действияларыңыз қандай? Осы жерде білгім келеді. Армысыздар, бармысыздар менің сүйікті де сүйкімді көрермендерім. Бізде бүгін ерекше шығарылым, өйткені осы қонақты сіздер көптен күткен болатынсыздар. Қонағымызға көшпестен бұрын өзімді кішігірім таныстырып өтейін. Мен Ред Айдана, отбасылы психолог және де секс-коуч. Ешкімге айтылмаған құпия. Қонақта бізде өз құпиясымен бөлісетін изменщик еркек. Ал қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Мен байқап отырмын, сіз қобалжып отырсыз. Мен де қобалжып отырмын. Бірақтан да біздің подкасттың ерекшелігін сізге айтып кетейін. Бізде еркін подкаст қалай бар, бұқпасыз, боямасыз әңгіме болады. Осы жерде әрбір кейіпкердің құпиясын ашатын боламыз. Сіз маған өзіңіздің құпияңызбен еш алаңдамай айта берсеңіз болады. Өйткені мен сізді барынша түсініп, барынша керек жерлерінде қолдап, сізді осуждать етпеуге осы сәттен сөз бергім келеді. Сондықтан да өзіңізді еркін сезінсеңіз болады. Енді әйеліңізбен таныстығыңыз туралы айтып өтсеңіз бізге қызық. Ол кезде жас болатынбыз, ол студент қыз болып жүрген. Алматының бір паркінде, как раз университеті жақын арада болған. Алматыда өтіп бара жатып, 4 қыз болып отырған. Сол кезде әлі есімде бірінші күлкісі, қазақи қарағаны, көзі, улыбкасы. Сөйтіп барып, батыл жинап, қасына барып, бірінші танысқам. Бірден келісті ма? Жоқ, бірден келіскен жоқ. Бір өтірік айтпасам, бір 10 күннен көп мен жүрдім артынан. Қасында университетте білдім. Примерно қасындағы подружкасынан білдім, что мына Павлодтағы университетте оқитындарын. Сөйтіп мен жұмыстың обед уақытысында сол жерге келіп қарап тұрдым. Сөйтіп 2-3 рет келіп, ары қарай әңгімеміз жалғасып кетті. Өзі де келісті. Кәдімгідей добивались артынан, қарап, қызығып, ұнатып, ғашық болып. Түсінікті. Одан кейін қанша жүрдіңіздер? Мен қатты ашылып, подробностьтарын айтпай қойын, енді әйелімде көріп қалуы мүмкін деген сияқты. Бір жылдай, енді алдыма қойын, 1 жылдай точно жүрдік. 1 жылдан кейін біз үйленіп тойдық. Сіздің әке-шешеңізбен тұрды ма? Бұл кезде әке-шешеммен бірге тұратынбыз. Үйлендіңіздер әке-шешеңізбен? Үйлендік, әке-шешемізбен бірге тұратынбыз. Қазір енді бөлек. 2 бала, 1 қыз туып берді, Аллаға шүкір қазір. Енді қызық жеріне жақындап келе жатырмыз. Сіз айттыңыз, барлығы жақсы болды, мен ұнаттым.
тіпті керек десең артынан жүрдім, добиваться еттім. Иә, оның бәрі болды. Иә, солай әрең дегенде қолыңызды жеткіздіңіз, 1 жылдай жүрдіңіз, барлығы тамаша болды ма? 1 жыл жүрдіңіз сіз қыз бен жігіт болып жүрген кезде. Иә, барлығы тамаша болды, маған бәрі ұнады. Мхм. Одан кейін үйлендіңіздер, не өзгерді? Ондай проблемалар болады деп ойламадым мен. Үйді жинау, енді білесіз ғой, қазақтың қыздары. Тамақ пісіру, ол жағынан бәрі жақсы болды. Енді именно Москвада отырмын, постельге келген кезде проблемалар бастала бастады. Төсекке келген кезде Төсекке проблемалар. келген кезде. А в остальном все устраивает. В остальном, да, все устраивает. Она и с моими родителями. Хорошо Сложение, ладит. все, со всеми ладила нормально все. Я сам не ожидал, что такое меня ждет. И в постели начались проблемы. Жүретін қыз, баратын қыз, алатын қыз деп бізде әлі де бөледі, шынымен де. Ол қыз қандай болды? Жүретін қыз емес, қарапайым, андай тәрбие көрген қыз, Инабатты қыз. инабатты қыз. Ол қызды өзіңіз ұнатып па, жоқ әлде ата анама да бір жақсы келін болады ау деген оймен алдыңыз ба ол қызды? Шынымды айтсам, ол ата анама жақсы келін болатын қыз болды. Мхм. Солай Көрініп көрдім тұрды. мен оны. Сосын симпатия, ұнату болды. Симпатия, ол обязательно болды. Одан кейін енді алдыңыз инабатты болып жүрді ме? Қалай болды? Осы туралы толығымен ашып айтып берсеңіз. Сіз айтып тұрсыз, кухняға жақсы, түнгі жаңағы қарым-қатынасқа нашар деп. Сонда қылығы, еркелігі жоқ па? Қылығы, еркелігі орында болды, тура сол. Просто ешқандай өзгерістер, қалай дұрыс айтса болады, прогресстер ешқандай постельде болған жоқ. Инициатива өзіме де алып көрдім. Бірақ ол көпке жетпеді. Өзіңіз тырысып көрдіңіз, иә? Өзім тырысып көрдім. Видеоларды қарап, киноларды қарап, сондай істеп көргім келді. Ойладым, мен арқамда өзгеретін шығар бұл. Получается, мен уже уақыт кете, әйеліммен былай айтқанда уже болғым келмеді. Я хотел других страсти хотел, именно в сексе. Төсекке келген кезде ашыла алмады дейсіз ғой. Төсекке келген кезде одно и то же. Уже қанша жыл и мүлдем ашыламады. Одно и то же болды. Ұялшақтау ма сонда? Ұяңдау ма төсекте? Ұялады и оны айтсам да ештеме предпринимать етпейді. Сондағы сөздері қандай болады? Сол секс, любой мужик хочет, например, чтобы с минета начался он. С ласк девушки, с красивого пола. Сондайды мен де қалағам. А ондай ештеңе болмады. Жасамаймын дейді, иә? Ұят қой, мен қалай жасаймын? Ұят қой, қазаққа тән емес. Сондай нәрселерді айта бастады. Иә, енді мен сізді де түсініп тұрмын, бір қарайсыз өзгеріс болады ма, 2 қарайсыз. Но бірақтан да мен келіншегіңізді түсінуге тырысып отырмын бұл жерде. Бір қара, видеоны қарашы, осылай кішкене өзгерші, киінші, мынандай белье, әдемі стринги, чулки, бір өзгеріс енгізейші төсегімізге, киіп көрші деген бір ұсыныстар болды ма? Әлде сіз өзіңіз киме, ананы киме, мынаны киме деген сияқты запреттер болды ма сіз жақтан о баста? Жоқ, запреттер болмады. Бірінші баладан кейін оның бәрі вообще ұмытылып кетті деп айтылса болады. Даже балаларды ұйықтатып, постельде шаршадым деген нәрселер бастады. Ана бұрынғы иістер жоқ. Енді уже тамақтың иісі шығып тұрады. Өз-өзіне қарамай кетті деп айтуға болады. Енді бір қонаққа, ауылға, бір жерге тойға шықсақ қана боянып, бір көйлек іздеп кетеді. Ал мен сол боянып андай ашық бельеларды түнде төсекте өзіміздің комнатамызда көргім келген болған. Подружкалармен бір жаққа шықса, бірақ киініп, кішкене әдеміленіп, сөйтіп шығады. Бұлай айтқанда маған келген кезде, именно постельде мен оны жеткізе алмадым. Видеоларды көрсеттім.
бірге көрдік, қойш деп. Реакциясы Реакциясы қойш бұл. Иә, там солай айтып шығады. Мысалы қыздармен шығады, боянып дейсіз, сіз жақтан запрет болды ма? Неліктен бояндың, қайда бара жатырсың, анау қысқа, мынау ұзын, мынаны киме, мынаны ки деген сияқты жаңағыдай әйеліңізге осындай сөздер айттыңыз ба? Шыны керек, иә, ол айтылды. Енді жігіт болғаннан кейін мен оған сенем енді, бірақ бәрібір ондай әңгімелер болды. Ашық киімбе, қаншада келесің, мысалы уақытын біліп тұрсаң да звондап қашан келесің деген сияқты. Қызық екен. Енді барынша мен сізді түсінуге тырысамын да, бірақтан да әңгімелеріңіз логикаға сәйкес келмейді да. Яғни сіз айтасыз, түнде ашылмайды дейсіз, в то же время күндіз оны жабуға тырысасыз. Ол қалай сонда күндіз ашылмай жатып түнде ашылады, ол мен түсінбеймін. Сіз жақтан бір еркіндік болмаған сияқты, әйеліңізді өзіңіз жапқан секілді көрініп отырсыз да? Білмеймін, адамдарға сөйтіп көрінетін шығар, бірақ мен үшін жабық, то есть басқа адамдар үшін жабық болу керек деп ойлаймын, бірақ мен үшін түнде ол ашыламады толықтай деп. Просто мен сұрап отырғаным, мүмкін бізге жасырып отырған шығарсыз дегенім ғой. Күндіз абьюз көрсетіп, жаңа қайда барасың, не істеп жатырсың деген сияқты сөздер айтқан сайын, онда еркектер көп, біз жабыла бастаймыз да. Деп мен кішкене ел қарамасын, анау қарап қойды, етегімді жағдай түсірейін, бүйтейін сөйтейін деп жүргенсек, күндіз жаңағы әйелдік қызмет, ата анаңызды мысалы тамақтандыру, бала шағаның сабағына қарау, одан кейін сіздің киіміңізді үтіктеу, сіздің тамағыңызды беру деген сияқты. И күндіз сіз жауып жатсыз да, әйеліңіз өзіңіз байқамастан, жаңағыдай запреттермен байқамай, мүмкін деп отырмын да. Сондықтан түнде келген кезде әйел түсінбейді да, күндіз жабады, түнде ашыл дейді деген сияқты бір түсінбеушілік болған шығар деп жатырмын әйеліңізден. Мүмкін, ондай да бар шығар. Иә, сіз мойындайсыз. Мойындап тұрмын, иә, бірақ мен өзімдікін қалай вроде жеткізген сияқтымын именно постель туралы келген кезде, бірақ әйелім ашыламады деп есептеймін. Ата-анаңызбен жақсы, иә, қарым-қатынасы? Ата-анаммен жақсы. Ана ретінде де, келін ретінде де ана устраивает барлықтарыңызды, бірақтан да любовница ретінде тартылмайды, ашылмайды деп отырсыз сіз. Енді осы сәттен қай кезде сізге ойыңызға измена жасау келді, яғни басқа әйелге бару? Ол кезде үшінші бала әлі туылмаған, 2 бала болған. Бізде сол кезде бірінші рет енді корпоративте, өзім жұмыстың корпоративінде біз демалдық, іштік, новогодний корпоратив болған. Сол кезде бірінші рет мен ойлаған жоқпын, измена осылай өтеді деп, бірінші рет. Жігіттердің көбісі изменять етеді енді. Сол кезде менде бірінші рет измена болған. Сіз өзіңіз айтып отырсыз да, жігіттердің почти барлығы измена жасайды дегендей. Әйелдер айтамыз, менің еркегім измена жасамайды дегендей сеніп жүреміз. Яғни еркектердің барлығы измена жасай ма сонда? Мен өз ойым, еркектердің бәрі, сол кезде мен түсінгем, еркектердің бәрі көбісі измена жасайды. Просто біреу оны білдіртеді, біреу оны әйел білмейді оны. Білдіртпейсіз дейді ма? Білдіртпей істей алатындар бар. И бірінші рет мен измена болған кезде мен өзім не то что 24 жасым есіме түсіп кетті, ал ана секс сол бір 5-10 жылда бірінші рет самый страстный секс болды да менде. Вау. Сіз деген алдыға қарай кетіп қалдыңыз. Маған барлығы қызық. Мен ойлаймын, көріп отырған келіншектердің әрқайсысына қызық деп. Корпоративке тоқталайықшы, сол жерден басталды ғой әңгіме. Яғни сіздің бірге жұмыс жасайтын келіншек па, қыз ба, ол кім? Бірге жұмыс жасайтын, басы бос. Былай басталды, бәріміз шарап іштік енді. И биде сол қыздың әшейін движениясы, көз қарасы, сөзсіз ақ жүрші менімен болшы деп маған солай көрінді. И мен өзім ұстай алмадым. И бәрі взаимно өтті. Яғни страстно биледі ма? Страстно билеп, именно мен үшін билеп атқан сияқты. И ана движениясымен, көзімен
мені бөлек неге шақырып тұрғандай маған көрінді. Билегенде өзін еркін ұстады деңіз. Өте еркін ұстап, Киімі қандай болды? киімі әдемі, өзіне жарасымды сол билеп тұрған кезде. И именно сол вечерда корпоративте залда мен үшін билеп тұрғандай болды да, маған солай көрінді. Фигурасы прям не деп айтпаймын, модель деп. Обычный фигура деп айтуға келеді. Бірақ ол билеп, анау көзқарасымен қараған кезде маған ол қатты ұнады. И в общем, она как будто мне команду дала. Ну, ол жақтағы қыздар, кажется, вино ішіп отқан. Біздің столда жігіттер арақ, шарап ішіп. Яғни сіздер бірге жұмыс жасайсыздар ма? Бірге жұмыс жасаймыз. Бірақ Просто араласпағансыздар ма? Жеті стол болды да. Бір фирманың астында жұмыс істейміз. Ну, бірақ ол бірінші этажда отыратын қыз болған, а мен екінші этажда отыратын. Яғни бір-бірлеріңіз онша танымайтынсыздар. Тек қана сәлем салу. Тек қана амандасып, иногда бірге общий коллективпен обед ішіп сондай болатын. Қасына келіп билей бастадым. Сосын антракт болған кезде уже мен столына барып отырып, сол жерде отқан қыздарға құйып, сөйлесіп бастадық. Бәрін корпоратив біткен кезде біз екеуміз гостиницаға кеттік қой. Сонда ол қыз келісе салатын қыз ба? Или ол жас қыз ба, ажырасқан қыз ба? Бізге кішкене мәлімет керек та, біз полный картина составлять ету үшін да? Ол кезде жоқ, ол үйленбеген қыз болған. Бірақ мендей жаста. Жақындадыңыз қасына, бірге жаңағыдай гостиницаға кеттік деп бірден айттыңыз ба сонда? Жоқ, ары қарай жалғастырайық. Ол 3 этажды здание болғанда, ішінде бильярдный болды, әлі есімде. Үсті гостиница, и тағы астында диско-клуб па, сондай болған. Сол жерде біз биді жалғастырдық. Олар 3 подружка болып. И мен досымен бір коллективпіз ба, 5-еуміз, қалғандар үйлерін тараған кезде біз 5-еуміз сол клубқа кірдік. Ары қарай іше бастадық. Одан кейін масайғаннан кейін каждый үйлеріне қайтты, біз екеуміз үстіне гостиницаға көтеріле салдық. Ну, қызығы ода емес. Сол түнді мен сол қызбен өткіздім. Ондай секс соңғы рет есімде жоқ, ондай даже болмаған шығар менде. Бұндай секс болмады дейсіз. Несімен ерекше секс болды? Мен өзім ішімдегі айтамай жүрген фантазиямды сол қыз ашып берген сияқты маған көрінді да. И сол секстан кейін, ну, мне еще хотелось такого же секса. Екеуіңізге де ұнады сол бір түн? Екеуімізге де ұнады. Если мен прям есімде да әлі, біз гостиницаның есігін ашып кірген кезде, мен есікті жауып үлгермей жатқанда, ол уже тізесіне отырып, мен шалбарымды шешіп бастады. Вау! Мен сондай фантазиямды айттым ғой, мен ойламай тұрып уже алдына жасап жатты. Именно такого секса я хотел. Әңгімеңіз либо менің тамағымда комок тұрып қалды, либо мені мынау чокер қысып жатыр, бірақтан да білмеймін, бүткіл әйелдер қауымнан атынан өз атына кішкене бір әттеген-ай деген ой пайда болды да. Обидно. Мен тек күйеуім бар, қаншама келіншектер көріп отыр. Бірақтан да мен сол сұрау керек болдым да. Өйткені көп әйелдерде сұрақ пайда болады. Әлі де көп сұрақтар. Неліктен маған еркегім измена жасайды? Менің тәнімде, жанымда әдемі ғой, алды ғой, жақсы көрді ғой дегендей. Қаншама келіншектер отыр да, осы бір сұрақтарды сол келіншектердің атынан қойып отырмын да. Қанша жерден маған да неудобно болса да, мы хотим подробности. Қыз отыра қалып бүткіл фантазия жаңағыдай минет болды жаңағы жерде сонда, иә? Минеттен басталды я бәрі. И мен ойламай тұрып, мен фантазиям қоспай тұрып, ол қыз алдыма менен бұрын маған ол қатты ұнап қалды да. Тағы бір история, жаңағы қызбен машинаның ішінде бір жағдай болды. Даже ол кезде түн болмаған әлі. Мен бір жерге апарып келіп попросить етті, бір документтерді алып қайтып келу керек жұмысына. И жолда кетіп бара жатқан кезде ол за городом болған. Іштеме сөйлеспей, жаңағы қыз қайтып зарылым, минеттен басталды қайтып.
сол күннен бастап мен қазіргі уақытқа дейін бір жоқ дегенде 6-7 партнер ауыстыра бастадым әртүрлі қыздармен. Әртүрлі қыздарды. Әртүрлі қыздармен. Жаңағы қызбен ары қарай қарым-қатынас болды ма, болмады ма? Жаңағы қызбен қарым-қатынас мен именно сексті продолжить етіп жүре беруші едім. В общем, у него ухажер появился. И надо өз өмірін строить ету керек. Ол да түсініп мен өз жанұям бар екенін бәрін білді. Ол білді ғой. Ол білді. Бірақ секста біз бір-бірімізді таптық. Сіздер қосылмай тұрып білді ма, или қосылғаннан кейін білді ма жанұяңыздың бар екенін? Жоқ, ол қосылмай тұрып білді. Бедненькая тағы да. Жарайды, түсінікті. Одан кейін басқа да сіздің любовницаларыңыз болды. Содан кейін уже кете бастадым. Енді мен секста примерно дальше фантазиямды қосқым келді. Одан да лучше секс бар шығар деген сияқты. Орыс қыздармен де болдым. Кореянка қыздармен де болдым. Неге? Орыс, кореянка? Олардың фантазиялары шынын айтқанда қазақ қыздарынан өте жоғары деп өз ойымды айтып кетсем. Неге? Олар ашық болады. Ұялмайды, өзін еркін ұстайды. Өзін еркін ұстайды. И былай айтқанда позаларды ауыстыру, секси өзіне инициативаны алған маған ұнады да сол. Именно қыздардан келген кезде инициатива. Менің әйелімде ондай болмады. Әйеліңіз осы жүрістеріңіз біліп қойған жоқ па? Қазір мен жүріп жүрген секс үшін ғана кездесіп жүрген былай айтқанда. Қазақ қызы, ажырасқан қыз. Сол екеумізді бірлет білді. Біліп қойды, Қалай болды? Қалай болғанда, ана қыздан мас болды ма, есімде жоқ, смс келді. Мен үйде демалып жатқан кезде. И содан бәрі басталды. Не смс, не деп жазды? Я хочу повторить вчерашнюю ночь деген смс келген. Оны қалай әйеліңіз оқып қойды? Мен ұйықтап жатқан кезде телефон қасымда жатқан, соны әйелім оқып қойды. Сосын оятты ма сізді? Ол қызбен звондасып, сөйлесіп болғаннан кейін мен оятты. Осы жерде толығымен айтып берсеңіз? Толығымен айтқанда, мен білуімше ұрысып атқан кезде уже арғы комнатаға кетіп, сол кезде мен оянып кеттім ғой. Бір-біріне боқтап жатқан. Ары қарай болды, мен келіп телефон жуып, балалар естімесін деп кухняға қарай барып сөйлесе бастады. Қазақи әңгімелерді бастады. Саған не жетпейді, киімің жүктелген, тамағың тоқ, балаларың таза. Қалай бол деп. Ана в шоке была. Тоқтамай жылап, истерика, қатты үлкен истерика болды сол кезде. Я тоже себя виноватым чувствовал очень. Жаман болып тұрдым да, неудобно болып тұрды. Бірақ ең түбіндегісін айта алмай тұрдым да мен. Ол әшейін секстің несі екен. Бірақ мен семьямды никогда тастамаймын. Білем да, мен балаларым ғой. Бірақ соңында ойлап қарасам, осы секс үшін еркектер көбісі сол үшін изменаға барады екен деп өз ойымды. Әйелі ашылмады, фантазия қоспайды, әйел ашылмайды. Қазіргі мысалы сол жүріп жүрген қызым деп қалай айтса болады ондайлар. Өзіне ухаживать етеді, андай билерге қатысады. Неше түрлі мен даже білмеген минет емес, сол минетке жақынды деймін, қалай айтады оны, неше түрлі массаждар жасайды маған. Қолмен жасайды. Қолмен жасайды, фруктыларды қосты ма, апельсиндерді қосты ма, солар есімде. И сол қызбен жатқан кезде мен уақытша бәрін ұмытып кетемін. Мен таза секстан кәдімгідей енді ләззат кайф ұстаймын да, сол қызбен болған кезде.
бірақ онымен семья құрып не істей алмаймын, именно секс қана сонымен болғым келіп тұрады. Тек қана қосыласыз, сол Тек қана қосылу қосыламын. процесі ұнайды. Жаңағы ситуацияны жалғастырсақ, ол біліп қойды әйеліңіз, одан кейін сіз кешірім сұрадыңыз ба? Ұрысып не істеді, сол күні ренжіп қалды. Келесі күні жұмыстан келсем, балаларды алып, өзінің мамасына ауылына кетіп қалыпты. Мен бір аптадай кешірім сұрап, жалынып, түсіндіріп, ешқашан айта алмайды деп, енді барлық сөздерімді, бірақ мен ішімде балаларды неге тастамаушы едім, семьямды құртпаушы едім. Сөйтіп әрең кешірім сұрап, соңғы сөзімді беріп, үйіме ертіп келдім семьямды, жанұямды. Барынша сендірдіңіз. Барынша сендірдім. Ол жерде жаңағыда ухаживание болды ма? Кешір мені деп гүлде, анау да мынау. Екінші күннен бастап уже гүлден басталды қайтып. Бұрынғы ондай гүл соңғы рет берген есімде жоқ. Сол гүлден басталды. Я бүкіл қайтып ухаживание, сіз айтқандай, примерно солай кетті. Кешірім сұрап, қайтадан қосылдыңыздар. Сіз жаңағы любовницаңызға баруыңыз тоқтатқан шығарсыз енді осы жерде. Шынымды айтсам, где-то бір или бір жарым айға ғана тоқтатылды ол. Әйелім, шынымды айтайын, енді кішкене өзіне қарап па, өзгере видеоларды қарап бастады ма. Бір рет түнде спальнда жатсам, әйелім енді андай видео болған, секс сондай сатып алып кіріп келе жатыр да. Киіп алған ба? Иә, киіп алған. Көргем, видеолар қараған, в общем, соны дайындалып, музыка қосып кіріп келе жатыр. Маған как-то басқаша көрінді да ол. Неге? Білмеймін, бір жараспай тұр ма, оған бір уверенность көзінде андай, вот, оның бәрі көрінбей тұрды, бір түрлі болып тұрды. Не то, что боқтап жібергім, тоқтат деп айтқым келді да. Тоқташ болды, керек жоқ деп па? Иә. Бірақ мен оны айтпай-ақ, ол уже өзім маған қарап тоқтатты. Өйткені сіздің түріңізден көрініп тұр, сізге неприятно, ұнамайды. Иә. Сіз сол жерде ұнамайды деген сияқты сөздер кетті ма бірден, или күліп бастадыңыз деп ше жаңағы жерде? Жоқ, мен күліп бастадым. И ренжітіп қоюға да қорқып отырдым да енді. Бірақ шыны керек, маған ұнамай тұрды аның істеп атқан нәрселер. Бір түрлі ерсі көрінді ма? Бір түрлі жараспай тұрды ма? Ебедейсіз деңіз. Иә. И сол кезде ана қыз есіме түсіп кетті мен. Енді салыстыру болады ғой, салыстырдыңыз ба? Именно сексте вот салыстыру болады екен жігіттерде. Даже ана бельоны киген кездегі выход, сіздің әйеліңіз қалай шықты, маған сол қызық та? Маскадан мен танымайды ғой, бревно ұқсап шықты. Вот, иә. Өзін еркін ұстай алмады. Ол білмеймін, дайындықпен не істеле ма, ол еркін ұстай алмады өзін. Ол кіргеннен бастап уже ол не по душе болып тұрды да. Сіз айтасыз, жаңа кейін белье ки, еркін бол, неше түрлі жаңа техникалар жаса дейсіз, бірақтан киініп шыққан кезде бір күлкі, еріксіз күле бастадыңыз, вместо того, чтобы жаңа жерде қолдаудың орнына ше, ой жарасып тұр, келіншегіңіздің есімен атап, жаным, күнім, керемет деген сияқты бір қолдау болғанда менің ойымша еркіндік пайда болар ма еді дегендей. Неліктен қолдап жібермедіңіз деген сұрақты? Қолдап жібергенде ол бірінші шагынан ақ уже жараспай тұрды да. И мен білмедім қалай ондай кезде қолдайтын. Просто мысалы любой жұмыста да, спортта да бір жетістікке жету үшін бір 2-3 шаг или 2-3 курс өтетін сияқты бірдеңе істеу керек шығар деп ойлаймын. Сол кезде, кажется, уже секс басқаша страстный болып шығады. Сол кезде 2 күннен кейін ба есімде сіздің курсыңызды алып бергем. Қызық осы жерден. Енді қызық осы жерден болғанда мен енді результаты ждым. Әлі де ештеңе өзгертпеді ма сонда? Жоқ, өзгерді, намного лучше болды. Бірақ именно ана пик, ана қызбен ұстаған пикқа мен әлі жеткен жоқпын. Оргазмның Именно пикіне. оргазмның ана қызбен ұстаған. Сол, если пик мен әйеліме келсе, сол оргазм болды, мен, получается, изменаны тоқтатасыз ба? изменаны тоқтатамын. Сонда сіз әлі де измена жасап жүрсіз? Соңғы рет
ондай даже ойыма кірмеген. Біз просто бірге обед ішуге бардық. Сол кезде мен айтайын деген, мына вопростардың бәрін жабайық, мынаны тоқтатайық. Жанұям бар, ол ажырасқан әйел болған. Бізде туалеттің ішінде секс произошел в тот день. Тоқтатайық деген күні ма? Тоқтатайық деген күні. Я же говорю, у него есть какая-то изюминка, она вот фантазия до того. И мен де әйелім де сондай болса екен деген сияқты. Жабысады десеңіз, Жабысады, қай жерде иә, анау мысық. тұрсыз, иә, еркін жабысады. Туалет деген мен деген бар ғой, кәдімгідей көз алдыма елестеп жатыр, сіз туалетте жүрсіз бе, бірге қол ұстасып жүрмін ғой, бүткіл жаңағы оқиғаңызды айтып отқан жерден таң қалып отырмын да. Сонда сізге ұнайтыны жаңағыдай страстная женщина, но бірақтан да сіздің әйеліңізде сол бір страсть, эмоция жоқ та, бірақ сіз оны кезінде сол бір инабаттылығы үшін алдыңыз ғой енді. Инабаттылығы үшін алдым. Может, даже где-то басында басып тастаған шығармын. Қазақ Өзіңіз. жігіттері білесіз ғой, енді үйден шығармайды, там, контроль. Біздің менталитет сондай, бірақ постельге келген кезде мен ойлаймын, өзінің күйеуі үшін ғана ондай Тырысу керек еді деп па? тырысу керек, курс өту керек деген сияқты, әшейін андай биге қатысу деген сияқты. Өзін еркін ұстап, бүткіл жаңағы іс әрекетін уверенно істесе, өзіне жарасымды істесе, мен де өзгерер едім деп айтып отырсыз сондағы, иә? Тек қана тамақ пісіріп балаларға қарап емес, күйеуі туралы да ұмытпай, өзіне көңіл бөліп, өзіне қарап. Сізден мысалы бір внимание, махаббат болды ма? Сіз сыйлықтарыңызды беріп дегендей, әйеліңізбен бірге шығып, көңіл көтеріп, обстановка тек қана үй мына 4 стенадан басқа жерге шығарып дегендей болды ма? Махаббатыңыз көрсетесіз ба? Иә, мен көрсете алдым, уақытта бердім, бірге де шығатынбыз, праздниктерде де болатын, сыйлықта беретін. Әйелім еркін емес дейсіз, өзіңіз еркінсіз ба төсекте? Сіз әйеліңізге мысалы менталитет деп айтып қалдыңыз. Иә, мен түсінемін менталитет. Бірақтан да сіз әйеліңізден требуете, бірақ өзіңіз соответствуете. Мысалы, куни дегендей жасайсыз ба? Жоқ, сол процесске дейін жетпей тұр ғой, түсініп тұрсыз ба? Партнеры деген секста 2 адам ғой. Шаговый кету керек деп ойлаймын да. Фантазиямыз, мен бір фантазия қостым, ол алып кетті, ол қосты, мен алып кеттім деген сияқты. Біз сол пикқа, сол уровеньға жете алмай жүрік. Сонда әйеліңізге куни жасамайсыз, бірақ одан минет сұрайсыз, әйеліңізге куни жасамайсыз, бірақ любовницаңызға жасайсыз. Бір мен еркектердің кішкене логикасын түсінбеймін да. Сіз өзіңіз ашып айтыңызшы, сіз әйеліңізге төсекте бірдеңе жасайсыз ба? Бір поза ауыстырып, может, әйеліңізге тоже ұнамайтын шығар сіздің төсегіңіз дегендей. Жоқ, мен поза обязательно ауыстырамын. Қызықтырасыз ба? Қызықтырамын, иә, енді. Мен мысалы өзім даже жақсы көретін позаларым бар. Бір моментте әлі есімде бір секс болып жатыр, балаларды ұйықтап тастағаннан кейін. Аяғым тартылып қалды деп бастады ма әйелім. Ол, получается, соның бәрі курста, биде бәрі влиять етіп тұр ғой. Өзіне қараса кішкене. Сол өзіне уақыт бөліп, чтобы в сексе у нее фантазия открылась. С моими готовыми, и больше, чтобы она добавила, чтобы мы друг друга дополняли деген ма? Куни мәселесі. Сіз сұрақтан былай күшті әдемі қайтады екенсіз бар ғой? Енді ол бәрі взаимно болып жатса, куниға да жетеді дегеніміз ғой. Яғни сізде куни жоқ болды. Осыны айтсаңшы, мен әйеліме куни жасамаймын, бірақ любовницаға ше? Бұны қазір соңғы қызға я болған сондай. Так, держись, Айдана. Просто мен түсінбеймін, сонда сіз әйеліңізге жасай алмайсыз, бірақтан да любовницаға барып жасайсыз. Обидно тағы да, блин, неліктен біз білгіміз келеді. Мен сізге жаңа ашылып мұны айтып отырмын ғой. Мен өз фантазиямды айтып үлгермей, ол өзінің фантазиясын тығып, и мен просто ары қарай алып кетіп жатырмын да. Получается, как бы
она основную роль играет. Иә, бірінші әйел қадам жасау керек деп ойлайсыз сонда. Кішкене фантазияңыз болғанда, сіздің фантазияңызға сай келіп, более такая страстная, разная, то есть ролевые игры бар ол жерде. И жаңағы джей, стопка, анау, мынау, боди, яғни барлығын қосып, өзін еркін ұстаса, мен жасаймын ғой деп тұрсыз ғой сондағы, иә? Иә. Дұрыс. Қазіргі қызбен... айтыңыз, иә. Жаңа сіз есіме түсіріп жібердіңіз, сол боди массаж бәрі болған да. Бүкіл нәрселерді сол қызбен көріп, и қалай жаңағы сіз айтқандай неге жеткенін түсінбей қалдым да. Иә, жаңағыдай қозған кезде сіз өзіңізді еркін ұстайсыз. Қозған кезде әртүрлі әрекетке дайынсыз, төсектегі жаңалықтарға дайынсыз. Ал әйеліңізбен ол ашылу болмағаннан кейін сізде де взаимный жаңағыдай ответка жоқ. Мен солай түсініп отырмын, солай ма? Сіз бәрін дұрыс түсініп тұрсыз. Түсінікті. Енді сіздің төсектегі құмарлығыңызды мен сезіп отырмын айтқан сөздеріңізден. Маған айтыңызшы, ең алғашқы сіздің қызбен қосылғандағы жасыңыз, ол қалай болды? Бірінші қосылуыңыз? Иә, ол кез есімде. Мен 6-7 сыныпта оқығам. Ауылда ағаларым, братандарым дейді ғой. Солар шақырып, мен комнатаға кіргізіп жіберген. Ол андай проститутка қызбен болған. 6-7 либо 7 класста. 13 жасымда ма, 14 есімде. Кішкентай ғана баласыз. Жасөспірім. 12-13 дедіңіз ба? 13-14 дедіңіз ба? 13-14 жасымда ғой. Жасөспірім. Иә. Сол комнатаға кіріп, ана қыздың көзіне қараймаймын ғой. Бірақ істейтінді істеп, өте тез уақытта и шығып кеткем. Одан кейін әйелдерге деген қызығушылық пайда болды ма? Иә, әйелдердің именно маған көтендер ұнайтын деген сияқты. То есть вид көтендер. Вид сзади дейді ғой. Орех деймін, қазір қалай неше түрлі. Вид сзади сол уже 7-8 класстан менде қызығушылық пайда болды. Яғни вид сзади, а не ощущение ма? Первоначально да так, вид сзади. Яғни әйелдің тәні. Әйелдің тәні, иә. Сөйтіп это все увеличилось. Яғни одан кейін қыздарға қызығушылық басталды ма? Иә. Өсіп келе жатырған кезіңізде бір рет әйелді көрдіңіз, уже дальше сіздің организміңіз қалап тұрды ма? Тағы да көрші, тағы да көрейік деген сияқты. Иә, мен даже әлі есімде, мысалы, мен мектептен автобуста үйге қайтып бара жатқан кезде, енді автобуста неше түрлі адамдар болады ғой. Әдемі көт көрген кезде, анау автобус остановкаға либо резко тоқтаған кезде, мен өтірік ана қызға қарай құлап, көтін ұстап қалатын. Сонда, ол қыз не дейтін? Көтін ұстап, жоқ, құйрығын ұстап. Енді ол кезде білмеймін, 24-25 жастағы қыздар ма? Енді бала ғой дейді. Бала ғой деп қарап, күліп, ары қарай тұра беретін. А мен сол ощущениен ұнайтын, иә. Әке шешемен ашық әңгіме болатын беді? Мысалы, әкеңізбен, немесе шешеңізбен кіммен жүріп жатырсыз? Қандай қарым-қатынас сізде? Немесе бірінші қосылғаныңызды әкеңізбен бөліскен, немесе шешеңізбен бөліскен кездер болды ма? Вообще ашыласыз ба сіз отбасыңызбен? Жоқ, ондай жағынан болған жоқ. Болды, мектепте мамам ана қызбен жүрсің ба, подарокпен көмектесіп жіберетін, болды. Былай басқа біз ашылып, ондай темаға сөйлеспейтінбіз. Әкеңізбен? Әкемізбен де. Сіз өзіңіз толық отбасына дүниеге келдіңіз ба? Иә. Сізде енді образ родителей дейді ғой, әке шешеңіздің қарым-қатынасы қандай болды? Жаман деп айта алмаймын, жақсы қарым-қатынас болған. Көзімізше ұрыспайтын, енді ұрыспайтын семья болмайды дейді. Ұрысып қалған кезде, мысалы, біз сол бөлмеде отырсақ, олар ұрысты тоқтататын. Қарым-қатынас ше, мысалы, әкеңіз анаңызды еркелетіп, гүл сыйлап, сондай бір қарым-қатынас болатын беді? Иә, оның бәрін мен көріп өскем. Мамамды праздниктерде қыдыртып, гүл сыйлап, неше түрлі сағаттар есімде, подароктар беретін.
әлі есімде, мен кішкентаймын, Қырғызстаннан бір үлкен набор не алып келіп, анау кілемге ілетін и алтын алып келген әкем 8 март празднигіне. Сол есімде. Яғни әке шешеңіздің қарым қатынасы жақсы болды. Қарым қатынас жақсы болған әке шешем. Жаңа айттыңыз, кешірім сұрап үйге алып келдім дегендей. Одан кейін сізде тағы измена болды ма? Кешірім сұрап алып келгеннен кейін әйеліңізді? Иә. Туалетте Жаңа сізге айтып өткенде, айттым ғой жаңа. 1,5 айдан кейін примерно. Мен вообще сол вопрос жауап салға, точкасын қойып салға, болды бізге бірге болуға болмайды деген ниетпен барған адаммын сол кезде. Сол кафеге. Білмеймін, ол бала кезімнен қалған фантазия ма, туалетте болып жатқан кезде, енді туалет примерно түсініп тұрса, ол раком тұрда, и мен істейтін істеп жатырмын. И бітіретін кезде маған, білмеймін, сол қайық кинодан ба есімде жоқ, почкасынан ұрып тұрып бітіргем. И сол кезден, сол моменттен мен ол қызбен, я еще хотел это повторить. Бұл қызбен айырылыстық деген мен естігім келген ғой менде. Қалай мен деген шыдамай отырмын, сіз сөзіңізді аяқтап біткенше. Почкадан ұру деген не ол? Сіздің өзіңіздің бір фетишіңіз ба? Ерекше оргазмның пикіне жету бір қылықтарыңыз ба? Қалай? Соны ешкімге істей алмай, айта алмай жүргенім ғой. Ішімдегі болған нәрсе болып тұр ғой. Сол кезде істеп қалып едім, она меня поддержала. Как ты можешь поддержать, если почкасынан ұрып? После того, как секс же повторился, Жоқ, жаңағы біріншіге тоқтайықшы. Сіз ана раком. Я просто біз елестетіп жатырмыз қазір, сыртта қаншама мыңғырық қатын отырмыз, бәріміз почкасынан деп ше. Ана вот раком стоит, да? да. Сіз артта почкасынан ұрып жатсыз. Сіз дұрыс түсіндіңіз. Иә. Бітіруге бір любой мужик сезет соны, бітіруге бір аз секундтар қалған кезде почкасынан ұру емес. Именно сен ұрғандай сезім бір көтіне шапалақ ұрады ғой. Тура солай, бірақ почка жағынан ұрасың да. То есть бітіретін кезде... Сол кезде сен бітіресің. Былай айтқанда, жігіт ыңқылдап қалады, бітіріп жатыр ағызды. И қыз да ыңқылдайды да. Сол бір моментте түсу керек қой. Просто мне кажется, ол почкасы ауырғаннан ыңқылдап жатқан сияқты. Вам так не кажется? Жоқ, келесі секс қайталаған кезде тебе так понравилось деп сұрады. Мне тоже понравилось деді. Вау. Хотя сол күні айырылысқа келген адам. Иә. Бірақ әліге дейін сол қызбен секста очень фантазияларымыз қосып жүр. Былай ұрасыз ба? Почкасынан? Или былай ма? Осы жерден кішкене толығырақ айтып кетіңізші, қызық екен. Вот сол именно бірінші рет болған кезде шапалақтап сияқты көтінен ұрғандай болды. Неге көтінен ұрмасқа? Көтінен ұрып аттым ғой. Әйелімде көтінен ұрамын ғой, мысалы. Ал лучше ощущение ұстағым келді да, білмеймін ол қайда, кішкентай кезімнен бір миымда қалды ма, білмеймін. Именно солай мен істеген кезде, будто бы оргазм увеличился или как вот это. Ощущение улучшилось, ярче все было. Мне понравилось. Келіншек қыңқ еткен жоқ, дальше оргазм тоже жақсы да алып жатыр. Келесі секс бір аптадан қайталаған кезде, ол менен еще сұрады, саған солай оңай ма деп. А мен мысалы әйеліме істей алмаушы едім. Бірақ сондай уровеньге жетуге болады деп ойлаймын. Сондай ойымыз абайлаңыз сіздің фетиштарыңыз, қызығушылықтарыңыз төсектегі қызық екен енді. Почка. Енді қараңыз, сіз өзіңізге ұнап, әр еркектің өзінің төсектегі бір фетиштары болады, өзінің қызығушылықтары болады. Мен оны білем, түсініп отырмын. Қазір экранның арғы жақтағы әйелдердің кейпіне еніп, мен сізден более открыто осының барлығын сұрап отырмын да. Өйткені түсінбей қалатын қаншама келіншектер бар. Қалай сонда почкадан ұру дегендей? Мен түсіндім, ол сіздің қызығушылығыңыз, иә? Бірақ сіз әйеліңізбен де солай қосылып көргіңіз келеді? Иә, мен именно әйеліммен қосылып қойғым келеді. Ана 69 деген позаны білесіз ғой? Вот сондайды әйелмен істегім келеді. Істейін десеңіз ұялады. Как-то ондайға жете алмаймыз да, біз даже оданға жетпейтін нәрселерді істей алмай жүрік қой. Яғни ашылады, бұтаны ашады, жатасыздар,
болды, жауып қойды, болды, тұрасыздар, иә? Сіз сондағы әйеліңізбен ашыламай тұрсыз ба? Иә, ешқандай минетсіз, ешқандай внезапный минет жоқ. Машинада кетіп жатқан минет жоқ. Ондай арманда. Ал ана қыздармен соның бәрі барлығы болады, иә? Болатын. Түсінікті. Ал енді қосылып жүрсіз қазір любовницаңызбен, әйеліңіз одан кейін біліп қойған жоқ па? Одан кейін білген жоқ. Қазір де білмейді. Қазір де білмейді. Сіз деген кәдімгі смелый екенсіз мына жерге келіп түсірілімге келіскеніңізге. Енді сұрағым да, түсірілімге сіздің мақсатыңыз, келіскендегі мақсатыңыз қандай? Осы бір айтамай, ешкімге айтамайтын нәрселерімді айтып қалайын деген ғой, кішкене қазақ қыздары өз-өзіне қарасын, білмеймін, сексті фантазияларын қоссын, ана курстарды оқысын, көрсін. Мысалы, орыстар дұрыс айтады да, бір сөздермен келісем да. Мужчина с дома должен выходить, как они говорили, сытым и пустыми яйцами дейді. Сол сөзбен келісемін. Мен даже не айтарымды да білмей қалдым, өйткені мен ойлаймын, қазір экранның ар жағында отырған әрбір келіншек сіздің әйеліңіздің болын сезінгендей. Мен мысалы, маған обидно тоже, мен мысалы әйелмін. Любовницаға барды десе, бізден бірден мына жерімізде тамағымызда комок тұрып қалады да. Мына жүрегіміз ашып ауырады. Өйткені бізге хочется, чтобы біздің еркегіміз тек бізді қалап, бізді аялап, жаңағыдай бізді жақсы көріп өткенінде, бірақтан өмірдің шындығы бізде измена көп, еркектер изменяют, дұрыс айтасыз. Сол бір ұяңдықтың кесірінен ау деймін, ұяңдық бізге керек. Жаңағыдай туысқандарымыздың алдында, туғандарымыздың алдында, бірақтан да сол бір жатын бөлмеге кірген кезде сол бір инабатты, ибалы келіннің рөлін, келіннің маскасын шешіп тастап, ерекше страстная, яркая, сексуальная женщина, желанная, сондай кейіпке енгенін қалаймын. Сіз де айтып отырсыз, сіз де қалайсыз, мен де қалаймын. Бірақтан да, мен айттым ғой о баста, подкаст басталмаста, мен сізді осуждать етпеймін деп, ол үшін шақырып отырған жоқпын. Сіздің шындығыңызды білгіміз келеді. Еркек тарапынан, еркектер неліктен осылай измена жасайды, басқа әйелге барады дегендей. Менің қатты сұрақтарым көп, бірақтан мен сізді осуждать етпеймін, тек қана рахмет айтқым келіп отыр бөліскеніңізге. Енді сіздің болашақта, мысалы, қоятын ойыңыз бар ма, әйелдерге баруды тоқтататын? Иә, әрине. Ол үшін не болу керек? Ол үшін ойлаймын, әшейін әйелім өз-өзіне кішкене қарап, анау ажырасып кеткен әйел сияқты әшейін анау би дейді ғой, на каблуках дейді ма, сондай әшейін қатысып, и секста фантазиясын қосса, любой еркек солға бармайды деп ойлаймын енді. Мен лично өзімді айттым. Ол үшін менің ойымша сіз қолдау керек сияқтысыз, өйткені бірінші билеп, ана же постаралась, ана же вышла, сол моментте күлкіңіз келсе де кішкене әйеліңізді еркелетіп, қолдап, бір қалап тұрғандай бір іс-әрекетті жасап, қолдап жібергеніңізде мен ойлаймын, бірінші биі сондай болса, бірінші киімі сондай болса, екіншісінде от әйелге айналар еді. Біздерге, әйелдерге тек қана еркектің қолдауы ғана керек қой. Өздеріңіз байқамайсыздар да, көп еркектер байқамайды әйелін қалай жауып, әйелін қалай басып тастағанын, бірақ әйелді кінәлап, өзінің кінәсін көрмей жатады. Өзіңізде бір еркіндік беріңізші әйеліңізге, ол да бір басқада рөлге еніп көрсін. Айтыңыз, неге сөйлеспейсіздер мысалы ше? Осындай әңгімені ашық айту керек, әйеліңізді шақырып алып, осылай да осылай маған ұнамайды, менің қай жерім ұнамайды дегендей. Бір ашық әңгіме болу керек сияқты сіздерде. Қалай ойлайсыз? Келісем. Иә, соған бірге жетеміз деп ойлаймын. Бірақ ажыраспайсыз? Жоқ, мен жанұямды тастамаймын. Жақсы көресіз бәрібір? Жақсы көрем. Тек қана төсек мәселесі. Әйелімді жақсы көрем. Тек қана шындық сол төсек мәселесінде проблема.
төсек мәселесінде проблема түсінікті. Енді осындай сұрақ пайда болып отыр, егер де әйеліңіз сізге измена жасаса, көзіңізге шөп салса, сіздің действияларыңыз қандай? Осы жерде білгім келеді. Именно қазіргі менің әйелім туралы айтып жатсыз ба или қалай? Иә, сіздің әйеліңіз мысалы. Ондай жасай алмайды деп ойлаймын, ондайға бара алмайды деп ойлаймын. Жасады, сіз жасадыңыз, ол жасады. Кешіре аласыз ба? Жоқ. Бағанадан бері сізді кәдімгідей аузыңыздан әрбір сөзіңізді тартып алып отырғандай өзімді сезініп жатырмын да. Или сіз қобалжып отқаннан кейін ба, өзіңізді еркін ұстай алмай отырғаннан кейін ба, жоқ әлде осындай сөзі қысқа адамсыз ба? Прям бізге красочная история керек та. Қалай болды, мен сізден сұрап отырмын. Сіз деген коротко, ясно айтып жатырсыз оқиғаңыздың барлығын. Енді ер адам болғаннан кейін деп ойлаймын, мен мынандай камераның алдында бірінші рет мен осындай сұхбат беріп, осындай бірінші рет қатысып тұрмын. Бар ашылғанымша айтып отырмын деп ойлаймын. Иә, түсінікті. Рахмет сізге. Мен де өзімді қалай ұстарымды да білмей қалдым, өйткені сізге дейін маған тек қана қыз келіншектер ғана келетін подкастқа, именно енді жеке әңгіме, ол жеке әңгіме ғой. Бірақтан да соңында да сізге ашылғаныңызға мың алғыс айтқым келіп отыр. Сізді көріп отырған қаншама қыз келіншектерге бір өте көп инсайт болды. Әр адам өзін көргендей болды. Бұл жерде шынымен де барынша ашуымызды жиып қойып, сіздің оқиғаңызға басымызбен кетіп, барынша түсінуге тырыстық. Әрине сіз өзіңіз айтып өткендей, мен тек қана басқа да келіншектерге қателеспесінші деп өзімнің еркектік көзқарастағы шындығымды айтуға келдім дедіңіз. Инсайтқа толы бүгінгі подкастымыз соңына жетті. Әлбетте ұмытпай біздің YouTube арнамызға подписка жасаңыздар. Бізді жоғалтып алмас үшін. Вообще жоғалтпас үшін менің Instagram парақшама тіркеліп қойыңыз. Келесіде қандай кейіпкердің құпиясын тыңдағыңыз келеді, білгіңіз келеді, комментарийға жазып кетіңіздер. Ал бүгінше сау.